Рахматуллахи ва баракату. Күллі әлемді жоқтан бар етіп жаратқан мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Күллі мақтаулар мен мадақтар оған тән, оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен еруші үмметтеріне, сіздер мен біздерге Аллах Тағаланың мейірімі жаусын ағайын. Аллах Тағаланы еске алып бас қосатын осындай отырыстарда көбірек болудың артықшылығы. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз сол болады. Осыған дейін зікір тақырыбын қозғап келдік. Зікірдің артықшылығы. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға нәзіл болған түскен Құран кәрімде сондай Алланы еске алатындармен көбірек болуды бұйырады пайғамбардың өзіне де. Васбир нафсака ма'аллазина yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha. Сен солармен көбірек бол дейді. Ертелі кеш Аллаға дұға ететін, Алланы еске алатын топтармен бірге бол дейді. Олар кімдер еді? Тікелей алатын болсақ, пайғамбар алейхиссалату вассаламның сол заманында Алланы көбірек еске алып, дүние тіршілігімен көп айналыспайтын асхабы суффа еді. Бірақ онымен шектелмейді, тек қана ол жамағат емес, қиямет күніне дейін жалғасады. Алланы ертелі кеш еске алатындар. Бірақ тек қана ол мешітте отырып алып еске алушылар ғана емес, жұмысын істеп жүріп те, тіршілігін істеп жүріп те, ертелі кеш Алланы ұмытпайтындар, тілінен де, ділінен де тастамайтындар бар. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Алла субханаху ва тағала жаратқан жаратылыстарының ішінде сіз бен біз періште деп білетін, күнәдан пәк, нәпсіге ермейтін, Алланың бұйрықтарын бұлжытпай орындайтын жаратылыс. Солар арнайы осындай Алланы еске алатын орындарды іздеп жүреді екен. Тапқан кезінде бір-бірін шақырады екен. Келіңдер, сендердің қажеттерің міне осы жерде дейді. Келіңдер деп бір-бірін шақырады екен. Осындай жерге келіп тауып жатса, қанаттарының үстіне қанатын қойып, аспанға дейін осы жерді нұрландырып тұрады екен. Бізге аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінсе, аспан әлеміне де осындай жерлер жарқырап көрінеді екен. Алланы еске алатын орындар. Періштелерден Аллах Тағала сұрайды екен: менің пенделерім не деп жатыр деп. Сонда періштелер сені дәріптеп жатыр, сені ұлықтап жатыр, сені мақтап жатыр. Я Рабби дейді. Олар мені көрді ма деп Аллах Тағала сұрайды екен. Жоқ, олар сені көрген емес. Көргенде не болар еді? Аллах Тағала арқай сұрайды. Біле тұра, білмегендіктен емес. Біле тұра, Аллах Тағала сұрайды екен. Егер олар сені көргенде саған көбірек құлшылық етер еді, сенің ұлылығыңды дәріптеуде одан да артығырақ жасап ыждахаттық танытар еді, көбірек тәсбih тартар еді, көбірек сені пәктер еді. Олар не сұрап жатыр деп Аллах Тағала біле тұра сұрағын жалғастырады екен. Періштелер сенің жәннатыңды сұрап жатыр дейді. Бәріміздің қалайтынымыз да сол Алланың ризалығына бөлеп жәннатқа кіру. Сонда Алла субханаху ва тағала сұрайды екен: олар жәннатты көрді ме не? Жоқ, я Рабби, олар көрген емес. Егер көргенде не болар еді? Дегенде періштелер жауап береді екен: егер олар оны көргенде оған көбірек ынтық болар еді, көбірек ұмтылар еді, көбірек оны талап етер еді, оған деген құштарлығы артар еді. Неден сыйынады деп Аллах Тағала сұрағын жалғастырады. Сенің тозағыңнан сыйынады дейді. Соған түсіп қалудан қорқады. Олар көрді ма не оны дейді. Мына дүниеде, жәннатта да, тозақта да көрген жоқпыз. Естіген хабармен иман еттік. Олар оны көрді ма дейді. Сонда періштелер: жоқ, я Рабби, көрген емес. Көрсе не болар еді? Егер олар оны көргенде артығырақ қазіргі уақыттағы тозақтан қалай қорқса, одан да артығырақ қорқар еді, одан көбірек қашар еді. Сендер куә болыңдар, мен ол жердегілердің барлығын күнәсін кешірдім дейді екен Аллах Тағала.
осындай мәжілісте отырғандардың барлығының күнәсін кешірдім дейді. Сонда періштелердің іштеріне айтады екен: я Рабби, олардың арасында олардан болмағандар бар. Сол мақсатта емес, бір қажетін өтеу үшін келгендер бар еді. Сонда Алла субханаху ва тағала: бұл мәжіліс сондай мәжіліс, оған келген адам құр қайтпайды. Ол ниетпен келіп отырса да оның да күнәсі кешіріледі дейді. Алла субханаху ва тағала біздің де осы жиынымызда сондай жиындардан болуын нәсіп етсін. Тұрмай жатып бәріміздің күнәміздің кешірілуін Алла нәсіп етсін. Алланың ризалығымен әрине жәннатқа кіруіміз, оның мейірімімен тозақтан құтылуымыз. Алланың мейіріміне бөлену баршамызға нәсіп болсын ағайын. Және де Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген келесі риуаят: Пайғамбар алейхиссалату вассалам қай бір қауым Алланы еске алатын болса, ол қауымды періштелер қоршап алады дейді. Алланың рахмет түседі, мейірімі жауады ол жерге. Және тыныштық. Тыныштық деген жүрек тыныштығы. Мына дүниеде арпалысып, ананы істеймін, мынаны істеймін деп жүгіріп жүрген кезде жүрек тыныштық таппай кетеді. Барлық нәрсені қойып шамал отырып, Алланы еске алып отырсаңыз, жүрек сәл басылады. Соғысы да басылады, оның өткінші екендігіңді еске аласың. Қанша жүгіріп жүрген, мейлі қол жеткізсең де бәрібір оны да уақытысы келеді, ол да өтеді. Соны ойланасың. Сөйтіп, сәл жүрек тоқтайды. Яғни, әлгіндей соғысынан неге болмай жатыр, неге өтпей жатыр деген нәрседен шамал басылады. Құран кәрімде Аллах Тағала: «Әлә би-зикриллахи татмаиннул қулуб», жүрек Алланы еске алу арқылы тыныштық табады дейді. Алла субханаху ва тағала құзырындағылардың алдында мақтан етіп еске алады екен. Сіз мына жерде отырып Алланы еске алып жатсыз ба? Алла субханаху ва тағала өзінің құзырындағы бұдан да қайырлы болған мәжілісте періштелердің алдында еске алып мақтан етеді екен. Абу Уақид Әл-Харис ибн Ауф радиаллаху анху Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Бірде мешітте сахабалардың қасында Пайғамбар алейхиссалату вассалам отырған кезде халқа болып, дөңгеленіп, адамдардың арасына 3 адам кіріп келеді. Екеуі отырады. Біреу жақындап отырады, біреу сол шетке отырады. Үшіншісі теріс бұрылып қайтып кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сұхбатын бітіргеннен кейін 3 адамның мысалын айтайын ба дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тіке сен бүйттің, сен пәленше бүйттің деп сұқ-саусағымен көрсетіп айтпайды екен. Ол кісінің әдеттерінен мысал ретінде айтып кетеді. Немесе сізге айтып отырса, қасыңыздағы адамда сол кемшілік, сол нақыс, сол бір іс-әрекеттер болатын болса, соны тыю үшін сізге айтып өтіп кетеді. Бір адамдар бар деп жалпылама жеке кісінің нәпсісіне тимейтіндей қойып айтады екен. Сұхбатын бітіргеннен кейін Пайғамбар алейхиссалату вассалам 3 адамның мысалын сіздерге айтайын. Біреуі келді, жақындады. Осындай мәжіліске келді ма, бос орын көрдіңіз ба, жақын жерге келіп бос орынды толтырып отыру керек екен. Біреу жақындады дейді. Алла да оған жақындады. Енді біреуі ұялды. Алла да одан ұялды дейді. Немағына? Ұялып шетке отыра салды. Ұмтылып алға қарай келіп бос жер толтырайын деген жоқ. Ұялғаннан шетте отырды. Алла да оны азаптауға ұялды дейді. Яғни қаламады, кешірді. Үшінші адам бет бұрды, Алла да одан бет бұрды дейді. Яғни үшінші адам отырмай келіп қайтып кетіп қалған. Бір хадисте айтады: жер бетіндегі осындай жәннат бақшаларын көрсеңдер, кеңнен өрістеніп алыңдар дейді. Жайлы бұл жерде. Сонда Пайғамбар алейхиссалату вассалам о қандай бақша деген кезде ілім мәжілісі, зікір халқалары, осындай жерлер жәннаттың бақшасы екен жер бетіндегі. Азын-аулақ болса да отырып тәлім алып кетуге тырысуымыз керек. Абу Саид әл-Худри радиаллаху анху, Пайғамбар алейхиссалату вассалам сахабаларынан бірі, бір күні Муауия мешітте жиналып отырған бір кісілердің алдына келіп дейді: не үшін отырсыңдар деп сұрады дейді. Сонда әлгі жерде отырғандар Алланы
еске алу үшін жиналдық, сол үшін бас қостық деген кезде, одан басқа себеп жоқ па бас қосуларыңа деп сұрады. Алланың атымен ант етіп айтыңдаршы, тек сол үшін отырсыңдар ма деп сұрады. Алланың атымен ант етіп айтайық, соған ғана деді. Мен сендерді не үшін ант ішкізіп отырмын? Күдіктенгендіктен емес. Мен пайғамбар алейхиссалату вассаламнан көбірек естігенмін сендерге қарағанда, білемін. Ол бір күні осылай істеген еді. Мешітке шыққан кезде бір жамағаттың зікір етіп отырғанын көріп, не үшін жиналдыңдар дегенде, Алланы еске алу үшін деді. Алланың атымен ант етіңдерші, сол үшін ғана ма деген кезде олар иә деп жауап берді дейді. Сол үшін ғана жиналдық, одан басқа ешқандай мақсатымыз жоқ деді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам, мен сендерді күдіктеніп ант ішкізген жоқпын. Бірақ Жәбірейіл маған келіп айтты. Алла субханаху ва тағала періштелердің алдында мақтан етіп еске алып атқандығын айтты деді. Жер бетінде отырып Алланы еске алып атсыздар ма? Алла субханаху ва тағала періштелердің алдында мақтан етеді екен. Әу баста періштелер сұраған еді, не істейсің жаратып, ертең жер бетінде қан төгеді деп, бүлік жасайды деп. Алла субханаху ва тағала бізбен мақтан етеді екен, еске алып жатыр деп. Періштелер нәпсі жоқ, күнә жасамайды. Сол үшін де олар біз секілді тәубе етпейді. Сізбен біз күнәға барып қоямыз, сол үшін тәубе етеміз. Үміт етеміз Алланың мейірімінен, еске аламыз. Небір періштелер бар, зікірде тұратын, қиямда тұратын, рүкуде тұратын, сәждеде тұратын, құлшылығы сол. Сізбен біз сәжде етпесек те, Аллах Тағалаға сәжде ететіндер бар. Сізбен біз рүку жасамай қойсақ та, сізбен біз басымызды имей қойсақ, сізбен біз Алланы еске алмай қойсақ та, одан Аллах Тағала ешқандай кеміп қалмайды. Оны еске алатындар бар. Аспанда бір бос жер таба алмайсыз. Періштелер тола. Алланы еске алатын, оған құлшылық ететін. Алла мұқтаж емес. Сізбен біз өзімізге мұқтажбыз. Сізбен біз мұқтажбыз. Өзіміз үшін, яғни, оны еске алу. Егер Алла субханаху ва тағала осындай зікірлерді бізге нәсіп етпегенде, мына жүрегіміз өлер еді. Өміріңізде де байқаңызшы, тек қана 5 уақыт намазбен тез әйтеуір оқып шектеліп қалыңызшы, қарайып кетесіз одан да. Уақыт ажыратып, Алланы еске алып, түндерде тәһәжжүдке тұрып, тәубе етіп, қосымша оразалар, қосымша зікірлер істемесеңіз, бір ана бұйырылған, соны істеуім керек болды. Сонымен шектелетін болсаңыз, робот секілді жүре бересіз. Жүрек тыныштық таппайды ол нәрседен. Құтылып алайыншы деген нәрсеге көшіп кетесіз. Құтылып алайын, Алланың әмір қой ертең әйтеуір. Одан Алла субханаху ва тағала егер қалайтын болса, намазға тұрмаған адам аяғын істетпей қойар еді. Азан айтылып жатыр, тұрмайсың ба, аяқ қолың істетпей қойса, амал жоқ істейсің. Алла бізден оны қаламайды, оны күтіп атқан жоқ. Жүрекпен берілуді. Періштелер секілді нәпсімізді алып қойған жоқ, түзу жүр болды деп салып қойды. Өзің келгенін қалайды. Қолынан келеді айтпесе. Алып атқан тынысымыз тоқтатып қойса да. Айтқанымыз істемейсің ба ма деп. Сол үшін де ертелі кеш оны еске алатын зікірлерді пайғамбар алейхиссалату вассалам бізге үйретіп кетті. Құранда да мақтайды Аллах Тағала, ертелі кеш оны еске алатындарды. Жаңа айтып кеттік, ол сізбен біз үшін керек. Ол жүрек тірі тұру үшін. Әйтпесе өледі ол да. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Ертелі кеш Алланы еске ал. Раббыңды еске ал. Іштей, айқайлап, дауыстап емес. Ертелі кеш еске ал дейді. Ғафил деген сөз араб тілінде, қазақшада енді бейхабар деп аударып жүр. Хабарсыз қалу. Бір нәрседен ғапыл қалу. Қазақта да көне сөздерде, кейбір кітаптарда қолданады. Пайғамбар келді, хабар беріп жатыр, айтылып жатыр, сен мына жақта жүрсің. Естімедің, хабарың жоқ, хабарсызсың. Ымтыл, тырыс, не болып жатыр?
бір жерде акция жүріп жатса, бір жерде жеңілдіктер болып жатса, ол кезде дереу жан жақтан не істейміз, ұмтыламыз. Керек себебі. Енді мынадай дүниелерде ғафыл қалып қойма сен. Бейхабар қалма. Ұмтыл, тырыс, не істеуім керек. Ертелі кеш жасалатын зікірлер қандай? Бар, үйрен. Бір шетте өзіңмен өзің көп сұрамасам, көп білмесем, ақыретте көп сұралмайым деп қашып жүруге болмайды. Керісінше ұмтылыңыз. Мен көбірек істеп, ақыретте көбірек дәрежем жоғары болсын да дегенге ұмтылу керек адам. Ертелі кеш, яғни таң намазыңызды оқыдыңыз күн шыққанша, кешкісін күн батқанша, сол уақыттарда зікірде болу керек екен. Шамның алдында байқасаңыздар, ұйықтап жатса, бұрын кісілер ұрсатын, шам таласып ұйықтама деп. Күн батып жатқанда, шам таласып ұйықтама деп ұрсатын үлкен кісілер. Зікір жаса деп. Міне Құран кәрімде де сол уақыттарды айтып жатыр. Зәуал күн қайтқаннан кейін, күн батқанша, сол кешкі уақыттарда Алланы еске алуға бұйырып жатыр. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. Күннің шығуынан алдын және батуынан алдын Раббыңды дәріпте дейді. Оны пәкте. Тәсбих айт оған дейді Аллах Тағала. Бұл тек қана пайғамбарына берілген әмір деп шектелмеуіміз керек. Сіз бен бізге де қатысты. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Аши деп, Иша деген түнгі намаз ғой. Аши деген уақыт, сол күн батқанша уақыт деп тәпсірлейді ғалымдар. Және азанғы уақыт. Таң намазды оқыдыңыз, күн шыққанша. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Кімде кім ертелі кеш азында ұйқысынан тұрғанда және кешкісін Субханаллахи ва бихамдихи деп 100 рет айтатын болса, ол адам секілді ешкім сауап жасай алмайды екен. Содан арттырғаны болмаса дейді. Бұл естеріңізде болса, алдыңғы хадис дәрістерімізде біз бұл сөздің Аллах Субхану ва Тағаланың құзырындағы салмағы қандай екендігін айтып кеткен едік. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим деген екі сөз таразыда салмақты келеді. Аллаға ұнамды, тілге өте жеңіл деп дәріптеген еді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Мына жерде де күніге 100 рет айтатын болсаңыз, ертелі кеш азында тұрған кезде, кешкісін сізден артық сауап ешкім істей алмайды екен. Сізден асырып айтпаса. Және де сол Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риуаят. Бір кісі пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына келіп, мен бұрын соңды ондай үлкен шаян көрмеп едім. Бір қатты қорқтым деп өзінің қорққандығын айтады. Кешкісін. Мынау әсіресе кешке шам өшкен кезде, енді бүгінгі таңда жарық оңай ғой. Бұрынғы уақыттарда шам өшкен кезде тіпті су ішетін болсаңыз да ыдыстың ішіне қарау пайғамбарымыздың сүннеті. Ыдыстың ішіне бір қарау. Себебі қараңғы уақытта жылан, шаян, құрт құмырсқа бірнәрсе ішіне кіріп қалуы да мүмкін. Қарау, отырып ішу, және бөліп ішу, бисмилланы айту, соңында әлхамдулилланы айту. Бір суда 5 сүннетті орындап жатсыз. Әлгі кешкісін сондай нәрсені көріп қатты қорыққандығын айтып жатыр сахаба. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам, ай сен аузу би калиматиллахи тамма мин шарри ма халақ деп айтқаныңда еш нәрсе саған зиян бермес еді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны сол Аллах Тағаланың жаратқан жаратылыстарынан сыйыну жолын үйретіп жатыр. Аузу би калиматиллахи тамма мин шарри ма халақ. Жаратқан жаратылыстарының зиянының баршасынан Аллаға сыйынамын. Оның құдіреті, оның күші толық, кәміл ол. Нақыс емес, ешқандай кемшілігі жоқ. Және де Абу Хурайра радиаллаху анху келесі бір риуаятта пайғамбар алейхиссалату вассалам жеткізеді. Азында тұрған кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам Аллахума бика асбахна, я Раббым, сенің арқаңда ояндық. Ояндырмай қойса қолымыздан ештеңе келмейді. Ұйқының өзі кішігірім өлім. Ұйықтап жатқан кезде толыққанды өз тәніңізді өзіңіз игере алмайсыз. Жаныңыздың бір бөлігі ғана бар.
сонымен тыныс аласыз, аударыласыз. Ұйқының өзі кішігірім бір өлім. Қайтып тұрдыңыз Алланың арқасында. Алла қаламаса, ұйықтап қаншама адамдар бар қайтып оянбай кеткен. Обика әмсайна, сенің арқаңда кешкісін, кешті батырамыз. Күндікке аяқ қолым денім сау, өзім жоқ. Алла егер қаламаса кешке жете алмаған қаншама адамдар бар. Обика нахия, сен рұқсат еткенің үшін, сенің арқаңда өмір сүріп жатырмыз. Өмір сүруіміз. Обика намут, өліміміз де дәл сол секілді. Ой илейкен нушур, саған қайтамыз. Ақыры оған қайтатын болсақ, оның алдына баратын болсақ, онда өмірімізде кімге сеніп жатырмыз? Бәрібір алдына барып тұратын болсаңыз, оның алдында есеп беретін болсаңыз, біреудің алдына қайтып келетін есігіңді қатты жаппа дейді ғой. Қайтып кірер есігіңді қайтып жаппа. Соның алдына барасыз ба? Онда не үшін оған қарсы келіп жатсыз? Хусейн радиаллаху анхудан сұрайды. Күнәда тоқтай алмай жатырмын, не істейін деп. Егер Алланың алдына қайтып бармайтын болсаң, істей бер. Таразда тұрған кезде амал дәптердің бәрін көрсетеді. Сол кезде мынау менікі емес деп айта алсаң, істей бер дейді. Тозаққа сүйреп апарып тастайды. Сол кезде бармаймын мен деп айта алсаң, істей бер қалағаныңды дейді. Қолыңнан келмей ма? Не үшін? Неге онда сен күнәні істеп отырсың? Не нәрсеге сеніп отырсың? Абу Хурайра радиаллаху анху, Абу Бәкір Сиддиқ бірде былай деді дейді: "О Алланың елшісі, маған бір сөз үйретші. Тәсбих, кәлима, зікір яғни. Ертелі кеш мен соны айтатын болайын." Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам мына сөздерді айт деп үйретті дейді. Аллахумма фатира самауати вал ард, аспандар мен жерді жаратушы. Фатир деген араб тіліндегі халақа деген сөз бар, жарату, Фатир деген не мағына? Ибн Аббас түсінбей жүреді осын. Мағынасы не екен бұның деп. Фатара. Сонда бір бәдәуи, екінші бір бәдәуидің жағасын алып, екеуі таласып тұр. Бұлақтың көзін ашқан ғой. Аналлази фатартуху деп екеуі жаға жыртысып жатыр дейді. Сол кезде түсінген, көне араб тілінде қолданыста бар сөз екен. Оны Ибн Аббас кездестірмеген. Яғни жоқ нәрсені, жоқ нәрсенің бірінші болып мен пайда қылдым дегені ғой. Алла субханаху ва тағала мына әлемді жаратқан кезде аналығы жоқ еді бұның. Біз бір нәрсе істейтін болсақ, міндетті түрде бір үлгіге мұқтажбыз. Домалақ, сопақ, дөңгелек, әйтеуір бір нәрсеге қараймыз. Ешбір жоқ нәрсені біз жасай алмаймыз қолдан. Түсінесіздер ма? Сүйрет, міндетті түрде көз алдымызда керек болады. Соған қарап тұрып істейміз. Бір нәрсе істесек, бұрын соңды ондай форма жоқ, форманы жасап бере алмайсыз. Әйтеуір бір мектепте оқыған, немесе көзіңізбен көрген бір нәрсеге сүйеніп отырып істейсіз. Соған ұқсатып, шамалы өзгертесіз. Алла субханаху ва тағала аспан жерді жаратқанда ештеңе жоқ еді. Бұрын соңды бір нәрсесі бар болып тұрып, соған қарап жаратқан жоқ. Фатирус самауати вал ард. Аспан жерлерді фатара, үлгісіз жаратты. Алимил ғайби ва шахада, көместі де көретін ол, ғайыпты да, алдымызда тұрған нәрсені де, ғайыпты да біледі. Сізбен біз қабырғаның артында не болып отқан білмейміз. Сөйте тұра мен білімдімін деп кейде мақтанамыз. Біздің біліміміз өте шектеулі. Өте шектеулі. Сипап сезу, ыстық суықты, қаттыны, иіскеп білетін бір санаулы біздің 5 сезім мүшеміз бар. Сол арқылы ілім алып жатырмыз. Сол арқылы ақылымызды дамытып жатырмыз. Егер сол сезім мүшелеріңіздің бір-екеуі дұрыс жұмыс істемейтін болса, ақылды дамытамайсыз. Себеп сіз ешқашан білмей кетесіз сұйықтың не екендігін. Сипап ыстық суықтың не екендігін біле алмасаңыз, сол сезім сізде болмаса, біле алмай кетесіз сол нәрсе не екендігін.
иіс сезуді алып тастаса Аллах субханала ва тағала, хош иістің не екенін біле алмай өтесіз. Миыңыз оны қорыта алмайды. Сіз көрмегенсіз себебі. Көзіңіз көрмеді. Қанша сізге түсіндіріп айтып беріп жатса да, ол қандай екені деп, мимен дамыта алмайсыз, қорыта алмайсыз ол нәрсені. Сол Аллах тағала бізге сезім мүшелерін берді, сол арқылы біз ақылдымыз, білімдіміз деп жүрміз. Бірақ біліміміз өте шектеулі. Алла субханаху ва тағала ғайыпты да біледі. Қиямет күніне дейін не болатындығын да біледі. Білетіндігін білдіріп жазып та қойды. Осылай болады. Рабба кулла шайин ва маликаху. Ва раббым. Бұл жаңа айтылып жатқан жаратылыстың барлығының Раббысы және оның иесі. Рабб деген сөз біздің қазақ тілінде де қолданамыз, Раббты. Тәрбие сөзі бар емес па? Тәрбие. Түбірі Раббтан шығады. Алла субханаху ва тағала біздің Раббымыз, тәрбиелеушіміз. Ата-ана үйдегі тәрбиелеуші, солай емес па? Ол жердегі тәрбие деген тек қана біздің түсінігіміздегі әдепті қылып шығару емес. Оған керектінің барлығын беру. Кейде тәрбиелеу үшін бермейсің кейбір нәрсені, солай ма? Қазақта аясаң аяма деген сөз бар. Балаңды аясаң аяма. Болашақта осы қор болмасын десең, қазір оны аяма. Жұмысқа сал, үйрет, білімді қыл. Керек жерінде ұрып алу керек болады, керек жерінде ұрсып алу керек болады. Егер оған сен аяп жанашырлық танытатын болсаң, онда сенің аямағаның ертеңгі күні ол піспей қалады. Анау бір профессор бақтан өтіп бара жатып, көбелектің өзінің ұясынан шыға алмай қанат қағып атқандығын көріп, жаны ашып, жарып жібереді ұяны, шықсын деп. Шығады да жерге түседі. Ол сол әлгі ұяны жарып шығу үшін 2 күн бойы қанатын ұрып отырып, қанатын қатайтады екен. Ары қарай 10 күн өмір сүре ма, 15 күн өмір сүре ма, сол қанатпен қозғалып ұшу үшін 2 күн бойы әлгі інін сындырып шығады, қанатын қатайтып. Әлгі кісі не істеді, білімсіздіктен оған көмектесіп жіберейін, қиналып жатыр ғой деп бұзып жіберді. Жарып шығарып жіберген еді, қанаты қатаймаған, жерге түсті, ұша алмайды. Пайда берем деп, керісінше зиян қылып отырсын. Қанаты қатаю кезеңі болады. Сол кезде не істейсіз? Балаңызды қаталдау боласыз, басқа боласыз, тәрбиелеп жатсыз. Алла субханаху ва тағала да бүкіл әлемді тәрбиелеуші, бүкіл әлемді реттеуші, бүкіл әлемнің керек жарағын беруші. Сізбен біз есігіміздің алдымыздағы 4 тауық пен 2 сиырымызды кейде игере алмай қаламыз. Алла тағала бүкіл әлемді жаратқан жаратылыстардың бәрін игеріп жатыр. Рабб сипаты. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Куәлік беремін, я Рабби, сенен басқа ешбір тәңір жоқ. Ары қарай Абу Бәкір Сиддиққа үйреткен зікірін пайғамбарымыз ары қарай жалғастырып жатыр. Ва аузу бика мин шарри нафси. Өзімнің нәпсімнің жамандығынан саған сыйынамын. Қараңыз, нәпсіңіздің жамандығы сізге тиеді. Нәпсіңіздің зияны сізге тиеді. Омар радиаллаху анхудың сөзі бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, менің нәпсім дейді, мені жамандыққа жетелейді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мені жамандыққа ешқашан жетелемейді дейді. Сол үшін мен нәпсімнен де артық жақсы көруім керек пайғамбарды дейді. Өз нәпсіміз бізді не істейді? Жамандыққа жетелейді. Күнәні істеп көрсей, ода тұрған не бар? Өмірге бір рет келдің ғой, көріп қал, тәубе етесің ғой. Бәрі істеп жатыр ғой. Не тек мен ғана ма, аналаршы деген секілді нәпсі сізді жамандыққа жетелейді. Абу Бәкір Сиддиққа пайғамбар алейхиссалату вассалам үйретіп жатыр. Алладан сұра дейді. Я Рабби, саған сыйынамын, нәпсімнің жамандығынан сыйынамын. Ва шарри шайтан ва ширкаху. Шайтанның жамандығынан да, оның да зиянынан, және оның серік қостыруынан сыйынамын. Шайтан барынша бізді Аллаға серік қосуға итермелейді. Бүкіл күнәлар түк болмай қалады Аллаға серік қосудың алдында. Басқа не бір сауапты істер сізге көрсетуі мүмкін, Аллаға серік қоссаң болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен үмметімді үлкен ширкке кетіп қалады деп қорықпаймын, кішігірім ширктен құтыламай қалама деп қорқамын дейді. Ол не десе, рия дейді.
Бұл да шайтанның тұзағы. Сізді сауапты істер істетуі мүмкін. Ой, күшті, мешіт салып жатыр, медресе, көпір, құдық, университет салып жатыр, ой, күшті. Мақтан айт адамдарға. Рия, Алла үшін емес, біреу үшін. Біздің назарымызда үлкен сауапты іс. Бірақ Аллах Тағала айтады, бар, содан ал. Сен айтсын дедің ғой, айтты, мақтады. Бар, солардан ал дейді. Сол үшін де шайтанның ширкке жетелеуінен сыйынуымыз керек. Естеріңізде болса, алдыңғы дәрістеріміздің бірінде айтқан едім. Құран-ы Кәрімде Алла Субханаху ва Тағала шайтанның азғыруы жөнінде айтады. Қысқаша, 2 аят. Бірақ болған оқиғаны тәпсірден оқимыз. Ертеде болған, біздің үмметтің алдында болған оқиғалардан бірі. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бізге баяндайды. Бір кісі өте ғибадатшыл, құлшылықта жақсы көрініп жүрген адам. Сапарға шығып баратқан жігіттер қарындасын аманат етіп тастап кетеді. Келіп кетіп жүреді. Бірте-бірте жеке қалған кезде шайтан аралайды. Көз түседі. Көз түскен соң сөз түседі, ары қарай тірлік бітеді. Тірлік біткеннен кейін не істейді анау? Ұялады. Ой, бұл енді ел жұртқа не деп қараймын? Мынау 2 қабат ертең туса ұятқа қалатын болдым ау деп, сонымен шайтан азғырып өлтіріп көміп тастайды. Аналар сапардан оралады, қайда білмеймін, жоқ. Келіп кетіп жүреді. Шайтан қоя ма, олардың түсіне кіреді. Түсіне кіріп, болған жайтты айтады. Аналар бір-біріне қарайды, шынымен бе екен? Барып көрсеткен жерді ашып қарап көрсе, көміліп тастаған. Әлгіні дарғасамыз дейді. Шайтан келеді. Осынша нәрсе мен саған істеттім, аналардың түсіне де кірдім. Бұл жолдан да шығатын жол тауып берем саған. Маған құл бол, яғни Аллаға күпірлік ет дейді. Қараңыз. Кішігірім күнәдан алып келіп, қай жерге апарды шайтан. Бұл жолдан да құтқарам сені. Анау абыройдың құлы деген нәрсе жаман нәрсе ағайын. Абыройдың құлы болмауымыз керек, Алланың құлы болуымыз керек. Уақытылай тоқтай білу керек адам. Айыбыңды мойында тоқта. Мойындамадың ба, тағы бір айып жасайсың, Оны жабам деп тағы бір күнә жасайсың, тағы өтірік айтасың. Сөйтіп анау үлкейіп кетеді. Қайту қиын болып қалады өзі. Әлгі күпірлік етеді. Сол кезде шайтан қашады. Анау күпірлік еткен кезде дейді Құранда Алла Тағала. Шайтан, мен сенен аулақпын деп айтты дейді. Мен Алладан қорқам деп айтты дейді. Оның айласы сол. Сізді апарып құзға итеріп жібере салады, болды. Ол сізге ешқашан дос емес, жар емес ол. Серік қосуға дейін апарады. Абу Бәкір Сиддиққа пайғамбар алейхиссалату вассалам осыны ертеліге айт дейді. Ояндың ба ұйқыдан, сол кезде айт, және кешке де айт. Және төсекке барып жатып басыңды қойдың ба, сол кезде де айт деп осы дұғаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйреткен екен. Ибн Мас'уд радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассалам кеш болған кезде дейді: Амсайна ва амсал мулку лиллах валхамдулиллах ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп айтатын дейді. Кеш болған кезде мына кешке Алланың әмірімен жеттік. Бүкіл мал, мүліктердің патшасы ол. Оған мақтау, мадақ болсын, одан басқа ешбір оның серігі жоқ, Алланың ешбір серігі жоқ деп пайғамбар алейхиссалату вассалам дұға ететін дейді. Лахул мулку ва лахул хамд, мүлк, патшалық, мақтау, мадақ оған тән. Ва аля кулли шайин қадир, бүкіл барлық нәрсеге оның күш құдіреті толық жетеді. Рабби ас'алука хайра ма фи хазихи лейла, осы түннің хайырын, осы түннің жақсылығын сенен сұраймын, ва раббым, және бұдан кейінгі деп осы түнмен шектемей, одан кейінгінің де саған сыйынамын, осы түннің зияндығынан, және одан кейінгі де. Ва раббым, саған сыйынамын аурулардан. Кәсәл деген негізі ауру. Бірақ мынау жалқаулық дегенді де кәсәл дейді араб тілінде. Жалқаулық. Жалқаулық та бір індет, бұл да бір дерт. Осыдан сыйынамын. Кібірліктің зиянынан сыйынамын. Кібірлік те бұл да дерт.
Аллаға ғана тән нәрсе. Неге? Себебі толық, абсолют, ешқандай кемістігі жоқ. Кемістігі жоқ болғаннан кейін кібірленуге әбден лайық. Мына дүниеде кедей кібірлене алмайды. Байқайсыз ба? Неге? Сіз бен біздің түсінігімізде түгі жоқ, не кібірленіп жатыр? Байды түсіністікпен қараймыз. Конечно, бәрі нәрсесі бар ғой оның. Төрт құбыласы түгел кісі отыр ғой дейміз. Теңеуді байқап жатсыздар ғой. Барлық нәрсесі түгел болғаннан кейін не болады? Кібірленуге лайық деп түсінеміз. Бірақ түгел емес ол. Баласы болмай қалсыншы, мың жерден дүниесі болса да түгел емес. Әйелі болмасыншы, түгел емес. Тамақ жей алмасыншы, мұқтаж. Оны шығара алмасыншы. Ұйқыны өзі қалап, өзі жоқ. Небір байлар бар, ұйқысы келмейді, дәрі ішіп ұйықтайтын. Яғни түгел емес. Абсолют емес. Алла субханаху ва тағала ешбір кемістігі жоқ. Сол үшін де кібір сипаты, ат-такаббур, Аллаға лайық. Ешкімге мұқтаж емес. О Раббым, тозақтан сыйынамын, тозақтың азабынан саған сыйынамын, және қабірдің азабынан сыйынамын деп кешкісін айт дейді. Және дәл осы сөздерді сабах сөзін қосып, таңертең таңға жеттік Алланың қалауымен деп, осы сөздердің барлығын қайтала деп пайғамбар алейхиссалату вассалам үйреткен екен. Абдуллах ибн Жубайб радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассалам маған былай деп айт дейді. Құл хуаллаху ахад, және екі аузу билла сүресі бар ғой. Құл аузу бираббил фалақ, құл аузу бираббин нас. Осы үшеуін тастамай оқы. Таңда 3 рет, кешкісін жатарда 3 рет деп сахабасына үйретеді. Саған егер осы үшеуін таңда 3 рет, кешкі 3 рет оқитын болсаң, барлық нәрсеге саған жеткілікті деп айтты. Барлық нәрсеге енді ойлана беріңіз енді. Дүние, денсаулық, зияндықтан сыйыну, көз, тіл, не ойыңызға келеді, барлық нәрсеге саған осы екеуі жеткілікті болады деп пайғамбар алейхиссалату вассалам үйреткен екен. Осман ибн Аффан радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Қай бір пенде ертелі кеш Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хуа ас-самиул алим дұғасын 3 рет айтатын болса, оған ешбір зиян келмейді дейді. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайъун фил арди ва ла фис сама. Алланың атымен бастап айтып жатса, жер бетінде де, аспанда да оның аты аталған кезде ешбір нәрсе зиян бере алмайды деген сеніммен айту керек. Тексеріп көру үшін емес. Әйтеуір әдет айтып жата берейін емес. Халид ибн Уалидтің өміріне бір оқиға келеді. Ол кісі білесіздер, еш жеңілмеген сахаба. Тактикасы мықты, әскерді алып шыға біледі, аз әскермен көптеген жеңе білген, шығып қашып құтыла білуді де біледі. Арабтарда тек алға болған ғой жаңағы. Халид ибн Уалид әскерді құтқару үшін қайтып келген. Сонда арабтар намыс көріп, тас лақтырып, кері қайтушылар деп мұсылман сахабалар сөге бастайды. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам олай деп айтпаңдар. Бұлар бәлкім кері қайтып барып қайта соққы беретіндер деп мақтайды. Солай аятта түседі. Соғыста кері қайтуға болмайды. Тек қана тактика үшін қайтып барып қайта соққы беру, әскерді жасақтап барып қайта шабуыл жасауға болса болады. Кері қайту, діннен қайту секілді айыпталады. Сонда Халид ибн Уалид өте жақсы әскер басшысы болған. Сол кісі бір шайқаста дұшпандары уды шөпке төгеді, күйдіріп жібереді. Осы уды дейді, біз қылышымызға тамызып алдық дейді. Өлесіңдер дейді ғой енді. Сені өлтіреміз деп. Сес анау қорқыту. Сонда сол уды алып, әкелдеп алып, Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайъун фил арди ва ла фис сама дұғасын айтып ішіп жібереді. Сен осыған сеніп тұрсың ба деп. Ештеңе қылмайды. Егер сіз 100% Аллаға сеніп тұрсаңыз, Аллах Тағала сізді қорғамайды. Ол жерде жеке бір өзін көрсету, дәріптеу мәселесі емес, бірақ оғанда назар аудару керек. Ол жерде i'tiqad, артында қанша әскер тұр, олардың сенімі бар. Шында дана қылышына тамыз балды қазір тиіп кетсе не болып кетеміз дегендей.
соның барлығын сындыру ол жерде мысалы ақымақтық жасап өзіңіз барып міне алланың күш құдіреті күшті қараңдар деп бір нәрсені істесең ол пышақтан кіріп кетуі мүмкін ол кезде жаңа дұғаны айтып әлгі жерде ситуация басқа мәселе басқа ол жерде алла субханаху тағала ертелі кеш өзін еске алатын құлдардан болуды баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу илейк. Я раббал аламин. Өле-өлгенше сені ділімізден де тілімізден де тастамай жүретін құлдардың қатарында болуды біздерге нәсіп еткін. Амин, амин Аллах.